Түркістан қалалық мәслихатының депутаты белгілі кәсіпкер Көкенов Ербол Нұрәлиұлы өткен жылдың 26 қазаннан бастап депутаттар қатарына қосылды. Қоғамдық жұмыстарға белсене араласып кетті. Депутаттық қызметке кіріскен алғашқы күннен-ақ ол халықпен ашық байланыс орнатуды, нақты іспен нәтиже көрсетуді басты мақсат ретінде айқындады. Түркістан қаласындағы отырар секторынан сайланған халық қалаулысының сөзі мен ісі бір арнада тоғысып келеді. Бүгінде депутат тұрғындармен тұрақты кездесулер өткізіп, ашық пікір алмасу арқылы қаладағы өзекті мәселелерді бірлесе талқылап, нақты шешімдер қабылдауға атсалысып жүр. Оның басты ұстанымы мүмкіндігі тең әділетті қоғам қалыптастыру. Мен сайланған округте золотой квадрат деп айтайыншы, сол кездегі басшылардың солай золотой квадрат қылып алып, ол жердегі газ, су, жол, мектеп, садик, тағысын басқа осындай халыққа керек дүниелердің барлығын 100% шешілген. Біздің сайлау округ бойынша халық 100% газбен қамтылған, халық 100% ауызсумен қамтылған, 100% көшенің бәріне асфальт төселген, мектеп тапшылығы жоқ, 3 ауысымды мектептер деген мүлдем жоқ, мен округымды айтып жатырмын. Сол себепті мен өз сайлау бағдарламамда әлеуметтік саланы алдым. Түркістан қалалық аманат партиясының бастауыш ұйымы ұйымдастырған кездесулерде депутат жастармен жиі жүздесіп келеді. Жиын барысында ұсақ түйектемей әрбір мәселе назарға алынып, халық қалаулысы еркін ой айтып, ел сенімін ақтай алатын тұлға екендігін нақты іспен дәлелдеуде. Бізде тәуелсіздігіміздің темір қазығы деген жыл сайын республика көлемінде үлкен форум өтеді. Ол кезде бүкіл республиканың оқу орындарынан студенттер жиналып, біз дебатқа шығатындығымыз. Жалпылама қоғамдық жұмыстарды кеше немесе бүгін жасаған емес, біз сол студент кезімізден бастап жастайымыздан арасында бірнеше жыл республикамыздың әртүрлі қалаларында қызмет атқарып келдік. Енді елге қызмет жасау борышымыз деп, елге қызмет ету, халыққа қызмет ету. Негізі депутат деген нәрсе, ол қоғамдық жұмыспен айналысатын азаматтар ғой. Мемлекеттен айлық алмайды. Таза халықтың қажеттілігін, халықтың жаңағы билікке жеткізе алмай жатқан проблемаларын, мәселелерін, соны жергілікті атқарушы органмен жылдан байланыстырып, мүмкіндігінше әрине шешуге ықпал жасайтын адам. Депутат сайланған округте бірқатар әлеуметтік маңызды мәселелер бұған дейін шешімін тапқан. Ал алдағы басты мақсаттарының бірі Түркістан қаласында ерекше қажеттілігі бар балаларға арналған инклюзивті театр ашу. Бұл жоба ерекше балалардың шығармашылық әлеуетін арттырып, олардың қоғамға толыққанды бейімделуіне жол ашатын маңызды бастама болып отыр. Бізде қазіргі инклюзивті театр ашамыз дедік. Міне, өздеріңіз бүкіл Түркістан жұрты көрді, өңіріміздің барыншы басшысы барды. Дара ұрпақ инклюзивті театры жарық мюзиклін 17 желтоқсан күні ең бірінші көп салалы конгресс-холл кешенінде 1000 адамнан аса халықты жинап үлкен қойылым жасадық. Бұл бір халыққа берген уәдемнің негізгі басты мақсатын, міндетін орындадым деп ойлаймын. Себебі мен өз сайлау бағдарламамда нақты көрсетілген пункт бұл инклюзивті театр ашу. Ол театр ашуда әрине мен жалғыз емеспін, бізде команда бар, бізде көптеген қиындықтар туындататын театр бұл. Білесіз ғой, ерекшелігі бар балалармен жұмыс жасау, бұл өте көп күшті уақытты қажет етеді. Осы бағытта Көкенов Ербол Нұрәлиұлының бастамасымен Түркістан қаласында алғашқы дарынды ұрпақ театры ашылды. Көрермен назарына жарық атты премьера ұсынылды. Бұл инклюзивті өнердің қала өміріндегі жаңа белесі болып отыр. Бізде қойылымда көрген кісілер көріп атса, 10-ға жуық ата-ананы балдарымен бірге шығарып, сахнаның төр жағында ата-аналар қалып, сахнаның алдына бір топ ерекшелігі бар балдарымыз шығып, халықтың алдында шар ұшырды. Бұл жай қалыпты бала үшін бір 3 секундтық дүние болып көрінуі мүмкін. Ал ерекшелігі бар балдарымыз үшін бұл біз осы бір сахнаның өзін 1,5 ай жұмыс жасадық. Себеп олар сахнадан секіріп кетуі мүмкін, олар отыра салуы мүмкін, олар жатуы мүмкін. Бұл жерде мамандардың көп еңбегі бар. Мысалы, сен мына жерде күлесің, сен мына жерде жылайсың деген сөзді хореограф немесе режиссер немесе тағысын басқа маман кеп прямой айта алмайды.
ол жерде нейропсихолог болады, психолог болады. Бірінші оны нейропсихологқа ол сценаның мән мағынасын түсіндіреді. Ол өзінің психологиялық түрде ерекшелігі бар балаға жеткізеді. Бұл өте көп уақыт, өте көп күш, өте көп сондай профессионализмді қажет ететін сала. Енді біздің жоспарымыз көп адамға бұл бір қойылым соңы болып көруі мүмкін. Ол міне мынандай қойылым қойды, бұл жоқ, ол негізі олай емес. Бұл үлкен жобаның, үлкен бір дүниенің, үлкен бір сондай бастамасы ғана. Бізде жоспар көп. Оған бізге жоспарымызға жәрдем беріп жатқан Түркістан облысының әкімі Нұралхан Оралбайұлына ерекше алғыс айтамыз әрине. Командамыздың атынан, өзім атынан. Себебі ол кісі біздің дүниемізді, біздің жұмысымызды көрді да, мемлекет тарапынан қандай көмек керек, біз бәрін қолдаймыз деп отыр. Енді біз қазір өз қаржымызға жоба жасап жатырмыз. Менде ұсыныс болып жатыр. Біз мынау Түркістан қаласында білесіз, драма театры бар. Райымбек Сейтметов атамыздың театры бар, жаңағы айтып өткен конгресс холл бар, достық үйі бар. Мен ұсыныс айтып жатырмын, және жоба жасап жатырмыз. Инклюзияға арналған бізге сондай ғимарат салып беріңіз. Біз бүгін бармыз, ертең жоқпыз. Ал ол дүние солай біз болғанда болмағанда жұмыс істеп тұратын, Түркістанның тарихында қалатын, солай 200-ге жуық ол жерде қызметкер жұмыс істейтін. Қазіргі таңда біз өз қаржымызға 80-ге жуық адамды, балдарымызды қамтып жатсақ, материалдық база болса, ол жерде 800-ге жуық адамды қамтитын үлкен орталық болып қалыптастыруына қазір барынша әрекет етіп жатырмыз. Енді ол қаншалықты жүзеге асады, қай жылы ол ғимарат салынады, ол қай жылы қолдау табады, ол әрине болашақтың еншісінде. Қойылым барысында қоларбамен билеген бишілер, әсерлі әндер мен мазмұнды сахналар, көріністер көрерменге ерекше әсер сыйлады. Бұл Түркістан тарихында қалатын тағылымды әрі жүрекке жеткен өнер кеші болды. Театрдың алғашқы қойылымына қатысқан 70 баланың өнері көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Әрбір номер үлкен еңбек пен таза сезімнің жемісі. Алдағы уақытта да бұл бағыттағы жұмыстар жалғасын тауып, депутат тарапынан арнайы әлеуметтік мәдени жобалар жүзеге асырылмақ. Ербол Көкенов Түркістан қаласының тумасы, өмірлік тәжірибесі мол, ел мәселесіне бейжай қарамайтын азамат. Ол алдағы уақытта да халық сенімін ақтап, ашық пікір білдіре алатын депутат ретінде өзіндік орнын қалыптастыруда. Ұлдархан Уәлиханқызы, Асыл Мағжан, Сақ ақпараты.